21 ғасыр Қаныштың ғасыры болады дейді. Бұл кісі 40 қырлы 80 сырлы азамат болған ғой. Өзінің өмірін қазақ үшін құрбан еткен. Құдай қаласа ұрпағың атағыңды 6 алашқа шығарады депті. Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады дейді. Бейнелеп айтсақ, әдебиеттің әулиесі Әуезовпен танысып, сол жерден кәдімгі ақиреттік дос болады ғой Әуезов екеуі. Сол кезде қазақ мектептеріне математиканы жазып тастаған ғалым ғой бұл. Айналайын ғасырда бір туатын талант қой дейді. Аналардың аузы күншығысқа қараған ғалымдар. Қазақтың жері қазынаның кені ғой білген адамға. Ағылшынның ақылды бастары мен орыстың ойшылдары таппаған қазақтың қазынасының қамбасын Қаныш табады ғой мінекей осылай. Бір адамның штатына, бір ақыл адына 10 адамды жұмысқа қабылдап аштықтан аманап қалған. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалайсыздар, жақсысыздар ма? Мынау сіздердің біздіге деген құлшыныстарыңызды, жазған комментарияларыңызды көріп біз қуанып жатырмыз сөздің ашығы. Өте жақсы жазып жатсыздар, енді арасында біреулерге ұнамай да жатыр екен енді. Бес саусақ бір дейміз, барлығының көңілінен шығуы мүмкін емес әке. Дегенмен де ұнатып атқандар көп екен. Осы біздің берген мағлұматтарымыз арқылы, біздің осы оятуымыз арқылы құлшыныстар артып, кітап іздеп маған жазып атқандар да бар. Сондықтан рахмет, әйтеуір мыңнан бірге пайдамыз десе де, теңізге тамған тамшыдай әйтеуір кішкене болса да осы жаман видео көруден, белден төмен, небір жаман видеолардан сақтап сіздерді, осы біздің кішкене болса да беттеріңізді бұрғанымызға біз қуанамыз, құрметті көрермендер. Ендігі тақырып біздің осындай ой хана атты керемет сіздердің алдарыңызда дүние шығуымызға ең бірінші себеп болған осы Қаныш атамыздың оқиғасы еді. Сол Қаныш атамызға кеңінен тоқталамыз. Бұл Қаныш атамыз жайлы жазған ағаларымызға, бауырларымызға, Санжар ағамызға Алла разы болсын. Оның алдында да жазған ағаларымыз бар екен, ол кісіге де Алла разы болсын. Бұл сонша өмір сүріп, Қаныш атамыз танымай кету, Қаныш атамыздың еңбектерін білмей кету, ол азаматтығымызға сын болады. Құрметті әсіресе студенттер, жастар, сіздер көп оқыңыздар. Біз жас кезімізде білмедік. Бұл кітап жоқ та еді ол кезде. Дегенмен де Қанышты тек қана геолог деп танитындар кеңінен танисыздар мына кітапты оқысаңыздар. Ол ар жағын Сәкең айтады, Серік ағамыз. Олай болса Серік аға, өзіңізде сөз көзегі. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Енді бәрінде бастау қиын деген сөз бар ғой. Біз шынында алғашқы әңгімемізді жалпы осы отбасы хрестоматиясы сериясымен шығып жатқан кітаптарға жалпылама сипаттама беріп өттік. Содан кейін әрқайсысына мүмкін болса жеке-жеке тоқталсақ. Бірақ егжей тегжейлі бастан аяқ баяндау біздің мақсатымыз емес. Біздікі мынау ұшқыннан жалын лаулайды дейді ғой, оқырманға ой салу. Осы біз айтқан әңгіменің еш болмаса бір эпизодынан әдемі әсер алып, осы кітапты оқуға деген құмарлығы, әдебиетке, өзіміздің қазақтың тарихи тау тұлғаларына деген құштарлығы оянса деген оймен болған әңгіме бұл. Сондықтан енді мынау Қаныш туралы әңгіме әуел баста Дәурен мен осы жігіттер бар. Қайсаржан бәріміз бас қостық қой бұлар. Бірге бір адаласы орталығында отырып, мен енді өзде сол кітапты оқып болған кезім, осыдан алған әдемі әсеріммен от алып, лап-лап етіп әңгіме айтып отырғанда, құдайшылын айту керек, Дәурен інім байқатпай таспаға басып алыпты, сөйтіпті оны әлеуметтік желіге салыпты. Содан лап етіп қаншама адамдар осындай өзі ұлтымыздың ұлы тұлғалары туралы айтылған ескірмейтін естеліктерді оқыған адамдардың аузынан естісек қой деген қызығушылық туды. Ендеше сұранысы көбейді. Ол елден сондай сұраныс көбейгеннен кейін біз осы әңгімені одан әрі өрбітуді хош көрдік. Ал енді одан кейін бір қызығы, осы қызығушылық өзімізден басталды. Қайсар сұрады, аға мына кітапты беріңізші, сізде бар ма? Бар. Айналайын, бұны табу қиын емес. Каспий қосымшасы арқылы да тапсырыс беріп алуға болады деп, жоқ өз қолыңыздан алайын деді. Алып мінекей Қайсар оқыды, жастанып жатып. Одан Дәурен алып өзің де оқыдың. Міне ары қарай мына әдемі әңгіменен егер лайықты әсер алатын болсаңыздар, ары қарай да оқыса. Мына орташа айтайын, бір 10 адам отырсақ осы жерде. Мен 10 адамға айтсам, сол 10 адам тағы 10 адамға айтса 100 болады. Олар 10 адамға айтса 1000 адам оқиды ғой. Сондықтан мынау бұл енді ертең оқырман осылай әсерленеді деп ойлаймыз да. Ұшқыннан жалын лаулайды дейді. Ары қарай осы от оқырмандардың жүрегінде тұтанса, сөйтіп оқырманның рухын оятса деген ой ғой. Солай ма? Қайсар өзіңнің әсерің қалай болды алған кезде, кітапты оқыған кезде?
Енді әңгіменің шыны керек, жаңа сіз геолог деп жатсыз ғой. Мен бұл Қаныш Сәтбайұлы, Имантайұлы Сәтбаевты кішкентай кезімізде естиміз. Қаныш Сәтбаев. Оның геолог дегенінде енді сәл бір кітаптарда оқып қалмасақ, тек көшенің бар екенін білеміз, мектептің бар екенін білеміз. Өзіміз мысалға Сәкен Сейфуллинді оқысақ, Сәтбаев деп тек сояқтың жаңағы мектебінің ғана атын біліп өскен екен. Сол сіздің әңгімеңізден кейін оқыдық осы кітапты. Енді сіз нұсқау бердіңіз ғой, мынаған бір кіріп кетсең, ары қарай бірден мен оқып шығасың деп. Сондай ниетпен оқыдық, дәл сондай болды. Алғашқы кіріспесінен бастап оқыдық, кірдік. Бұл кісінің енді мен өзінің өмірін бір қысқаша айтқан кезде, бір сөзбен айтқанда, өзінің өмірін қазақ үшін құрбан еткен кісі деп білдім. Мысалы, соғыста отан үшін от кешіп, омырауын оққа тосып, жанын пида етеді ғой батырлар. Ал бұл кісі өзінің бүкіл саналы ғұмырын өзінің ұлтының жарқын болашағына арнап, ғұмырын осы жолға арнаған, өзің айтқандай, соған өзін құрбандыққа шалған азамат. Былайша айтқанда қазақта білекті бірді, білімді мыңды дейді ғой. Мына кісі шынында айтқанда дәл осы мақалдың негізіне тұр ғой. Мыңды жеңіп тұр ғой. Білімді адам десе де, өзінің ол білімді қайтеді, өзінің ұлтына қызмет жасамаса, ол білім не керегі бар? Дәл сондай ұстаныммен өмір сүрген кісі да бұл кісі. Тек қана геолог емес бұл. Мына кітапты оқыған адам бұны тек қана геолог десе, мен айтар едім, ол адамға сіз қателесіз. Бұл геолог, ол өзінің басты жаңағы маманы шығар, геолог. Бірақ сол геология ғылымдарын зерттей жүріп, геолог бола жүріп, бұл өзінің бүкіл саладағы көшбасшы екенін өзі білмейді кетуі мүмкін. Қазір біз осы кісінің өмірін оқып, осы кісінің жаңағы ғұмырына тоқтала кетіп, бүкіл бұл кісі геолог та, бұл кісі архитектор да, бұл кісі былай айтқанда үлкен мұсылманшылықтың кәдімгідей бүкіл несі бар, білгірі. Қаншама тірліктерді, қаншама істі қазақ үшін өзінің жаңағы ғұмырын сарп етіп, бүкіл ғұмырын өле-өлгенше осы қазаққа деп жан ашып, өзінің ұлтшыл екенін білдіріп, солай қызмет етіп кеткен кісі. Дұрыс айтасың, білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады дейді. Міне осы біз аты бүгінде аңызға айналып отырған Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 1899 жылы 12 сәуірде дүниеге келген екен. Енді мен өзімнің ойым ғой, 12 сәуір ғарышкерлер күні ғой, космонавтика күні. Жалпы адамзат арасында алғаш Юрий Гагариннің ғарышқа ұшқан күні. Мен енді осыны ой келеді, 12 сәуір. Ол кезде енді космонавтика күні жоқ қой. Бұл туған күнінің өзі 12 сәуір. Бұның аты мына дүние жүзі жер беті түгілі шынында да ғарышқа тараған адам ғой. Себебі аты жөнін ұмытып отырмын. Әйгілі осы аспан әлемін зерттейтін бір ғалым бір шоқ жұлдызды тапқан. Әліге дейін анықталмаған. Сөйтіп осы ғалымның тау тұлғасына, бұның ерен еңбегіне, бұның бірегей, біз қазақ айтады ғой, 8 қырлы бір сырлы дейді. Бұл кісі 40 қырлы 80 сырлы азамат болған ғой. Осының құрметіне Қаныш Сәтбаевтың аты берілген бір алып шоқ жұлдызға. Демек бұл ғалымның аты ғарышқа да жайылған деп айтсақ болады. 12 сәуірде дүниеге келген мына Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келген. Баянауыл білесіздер, Әлкей Марғұлан сияқты атақты археолог ғалымның туған жері, қазақ киносының корифейі кәдімгі Шакен Аймановтың және оның інісінің мына кіндік қаны тамған жер, тақыр жерге тары шықпайды дейді атам қазақ. Мінекей осы Қаныш ағамыз 12 сәуір 1899 жылы Баянауылда дүниеге келсе, бұл Қанекеңнің өмірге келуінің өзі бір қиял ғажайып, аңызға бергісіз бір мистика секілді да. Осыны кітапта былай деп баяндайды. Әкесі Имантай маңдалада келе жатып, ұзақ жолдан шаршайды, кеш түсет, көз байланады, соң кейін амалсыз далаға түнейді. Сөйтіп ұйықтап жатып түс көреді, түсінде ғажап іс көреді. Сөйтеді ана Алпамыс батырдың жырында ана баба тікті шашты Азиз әулие сияқты ақ сәлделі бір абыз аян береді дейді. Қараңыз, сонда аз кем тілдескен соң бұдан былай
Имантайға айтады ғой әкесі. Бұдан былай ұлым жоқ деп налыма, қойныңа жаратылыстың 3 шаранасын салдым. Соларға емініп, мауқыңды бас деп бата беріп ғайып болыпты. Имантай би қойнында жатқан түлкінің, қасқырдың және барыстың күшігін көріп оянып кетеді ғой. Қарасаңшы түсіне кіргені. Түлкінің және қасқырдың барыстың күшігін қойнына салып кетті дейді, соны оян дейді. Ал Алпамыс батырда бір 2 арыстан деп айтады ғой аңызда. 2 иығында 2 арыстан кәдімгі от шашып тұрады екен арындай аузын ашып деп. Сол сияқты бұл аңызға бергісіз ақиқат бұл. Шынын айтқанда. Сөйтеді бұл түсін жорту үшін жолда Төртауыл қонысында отырған Құрмантай деген абызға барады. Сонда анау абыз айтады, оның да көргені көп, түйгені мол болса керек дейді. Сол айтады, Құдай қаласа дейді, бір қызың мен 2 ұлың болады дейді. Бәрі де көрік пен ақыл парасаттан кем болмайды. Аян беріп түсіңе енген дәу де болса Қыдыр атаның өзі шығар депті. Құдай қаласа ұрпағың атағыңды 6 алашқа шығарады депті. Мінекей, сол 6 алашқа танытқан арысымыз, кәдімгі айға атылған барысымыз осы Қаныш екен ғой. Қаныштың негізі бұл Имантай бидің әкесі би болған Отауызды орақ тілді. Кәдімгі қазақтың қарақылды қақжарған биінің бірі болған. Сол Баянауыл өңіріне, өлкеге өте танымал тұлға болған негізі. Тектінің ұрпағы. Тектінің ұрпағы ғой. Қазақ айтады, тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады дейді. Батасын береді, қараңыз енді, аян берген саған Қыдыр атаның өзі дейді ғой. Ұрпағың сенің атағыңды 6 алашқа шығарады дейді. Енді әке шешеңнің алдынан өтті дейді. Тағы да төсек жаңғырт дейді. Бағың баянды болсын деп бата береді ғой, көрдіңіз ба? Сонда әрине бұның әйелі Имантай бидің, ақсақалдың өзінің әйелі болған бәйбішесі Нұрым есімі. Соның одан Күнсұлу деген қызы болған, бірақ ол 2 жасында шетінеп кеткен. Ал енді Құдайдың бергені ғой мінекей. Сонда ары қарай енді Алладан бала сұрайды ғой енді бұл. Содан кейін балалы бола алмаған жаңа қызы шетінеп кеткеннен кейін бәйбішеден. Содан кейін абыз қарттың айтқанын орындап, ата анасынан рұқсат сұрап, Шорман ауылында жесір қалған сол ауылдың келіні Әлиманы жар етіп алады ғой өзіне. Сол Әлимадан туған осы Қаныш. Ал енді Қанышты қараңыз, сол кішкентайынан оны ауылдың молдасына сауат ашуға береді. Ол өзіміз көреміз ғой, ауылдың молдасы. Ол кезде дүмше молда дін бұзар дейді. Ал бұл ауылдың молдасы сондай көкірек көзі, жансарай ашық, жақсы молда бұған. Ол әліп биді таяқ деп танытып әліпті, сөйтіп оқытады. Бұған әуел бастан мынау бүкіл шығыстың, дін исламның басты бағыттары соларды үйретеді. Одан бүкіл исламның мұсылманның қандай парыздары бар, қандай міндеттері бар, жалпы көркем мінезді мұсылман қандай болуы керек, сол адами қасиеттің болмыс бітімнің бәрін бойына сіңіреді. Одан қала берді, мына халқымыздың шығыстың небір шайырларының көне еңбектерінің бәрін оқытып көкірек көзін ашады. Сонда бұны бала кезінен ақ Қанышты мынау кеудесін рухани құндылықтарға толтырып тастаған ғой. Толтырып тастаған. Мінекей, біз қазақ айтады, үйдің мықты болмағы ағашынан, ердің мықты болмағы нағашынан деп. Біз айтып жүрміз ғой бәріміз. Енді үйдің мықты болмағы ағашынан десек, ағашын негізі ағаштан қабырғасы қаланады ғой. Бірақ үйдің нағыз мызғымайтын мықты берік болуы оның іргетасынан. Соның іргетасы міне ауыл молдасына сабақ алған кезден басталады ғой. Бұл баланың оқуға деген құштарлығы, Қаныштың жаңағы білімге деген зейін, зеректігі бұл баланың тегін еместігін білдіреді. Содан бұл баланы одан ары қарай Павлодарға оқуға берген, одан ары қарай Павлодарда 2 жыл оқитын училище дейікші, 2 жыл оқитын оқуды Қаныш 1 жылда қанып ішіп сіміріп қойған ғой өзінің бойына. 1 жылда. Өте алғыр, зейінді, зерек бала. Одан кейін ағайын ағасының қолдауыменен Семейге оқуға барады. Семейде енді қазақ әдебиетінің әйгілі классигі, бейнелеп айтсақ әдебиеттің әулиесі Әуезовпен танысып, сол жерден кәдімгі ақиреттік дос болады ғой Әуезов екеуі. Бұл Әуезов екеуінің мынау қазақ, мынау ғылыми майдан дейміз ғой. Ғылыми майдандағы ең бір сенімді серігі, қаһарман үзеңгілес әріптесі болған Әуезов екеуі. Бұлардың атқарған шаруасын осы қазір бір хабардың өн бойында айтып тауысу қиын. Сондықтан оны оқырманның
өзінің еншісіне қалдырайық. Оқысын. Ал енді арасынан үзіп айтып біз енді менің өзім қалап отырғаным, өткенде осылай бәріміз әңгіме қылып отырып, мен Қаныш туралы айтқанда сен таспаға басып алдың да, әлеуметтік желіге салып жібердің, содан ары қарай бум болды ғой былайша айтқанда. Содан кейін бұл әңгімені тыңдағысы келетін, білмекке құштар адамдардың көптігін білгеннен кейін біз де осылай отырып, ойымызды ортаға салып, осы бір Қаныштың атын одан ары қарай алашқа танытып, кейінгі өскелең ұрпаққа өнеге болсын деген мақсатпен жазып отырмыз. Шынын айту керек, біздің өзіміздің білгенімізден білмегеніміз көп. Қазақ айтады ғой, білгенім 1-9, білмегенім 99 деп. Сондықтан біз бұның негізгі бір оқиғаларына тоқталып кетейік. Қалғанын мынау ойлы оқырман, көзі қарақты көрермен өздері, мінекей алдымызда шам тұр ғой, кәдімгі май шаммен, кәдімгі телефонға телміре бергенше осы кітаптың әрбір бетін санап ашып, осы бір сапалы еңбек, салиқалы мәліметтерді өздері оқысын деп ойлаймын да мен. Енді қараңыз енді. Бұдан жаңағы айттық қой, Ғазиза деген қыз туады Әлимадан. Жаңағы Ғабдул Ғазиз және Ғабдул Ғани. Бұны неге айтып отырмын? Бұл Қаныштың өзінің шын аты Ғабдул Ғани. Көрдің бе? Құран кітап ашып, азан шақырып аты қойылған бұның. Ал енді жаңа Павлодар мен Семейдегі оқуын айттық. Одан кейін Семейде оқып жүрген кезде бұл Қаныш ауырып қалады. Жаңа туберкулез дейміз ғой. Сөйтеді ауырып қалады да, бұған айтады, ауылыңа қайта айналайын аман есен. Ертең Имантай ақсақалдан таяқ жеп жүрмейік. Мына айналайын бауырына басып отырған үлкен үміт күтетін баласы еліңе барып емделіп кел деп, бұны Семейден елге қайтарады. Елге кеп бұл енді емделіп жүрген кезінде Томскінің бір ғалымы, тау, кен, геология саласын зерттейтін білгір ғалымы, ол да сол жақта жүріп, осы жіңішке дейміз ғой ауру, соған шалдығатта, ол әйелменен сонда айтады ғой, бұны қазақтың мына Дархан даласында, табиғаты тамаша Баянауыл деген елге барасың. Оған да бір септікпен келді ғой енді ол, Құдай айдап. Осы жерге барасың, сапырып сарқымызды ішесің, оның мыңда бір ауруға ем. Қазақ айтады ғой, жылқыдан текті мал бар ма, қымыздан тәтті бал бар ма дейді. Жаңағы саумалдың өзі 99 ауруға ем деп жатады ғой өзі. Келетті сол жерден сарғымызды сапырып, туыры анау кермедегі құлынның қасында қарап тұрып өзі саумалды ішкен ғой сол жерден. Сөйтіп бұл емделіп жүрген кезде мына Қаныштың қасиеттерін байқайды ғой. Бұлар адам таниды ғой енді. Ат болатын құлынды жаңағы тұлғасынан танисың, адам болар ұлыңды қырбасынан танисың деп. Сол сияқты бұны таниды. Сөйтсе бұл Қаныш кішкентай кезінен мынау тау жыныстары дейміз ғой. Қазақтың даласында жатқан әртүрлі тастар бар ғой. Ақ тас, қызыл тас, қайрақ тас, шақпақ тас. Осыларға өте құмар екен да. Өзі бүйтіп зерделеп жүреді екен. Тастарды таңдап, мінекей, мынау алдымызда құрып тұр ғой енді. Осы тастардың арасынан таңдап, мына қара тас тегін тас емес. Міне мынау түсі ерекше. Міне мынау тегін тас емес. Міне мынаның құрамында осы өте бір түсті металл, немесе қазақтың еліміздің ең байлығы болуы мүмкін деп. Міне мынау тастай қатты мынау құрттың өзінде. Мінекей осыда қандай тас бар? Бала бұның бастан бала Қаныштың өзі осы әртүрлі тастарды жиып теріп әкеледі екен үйіне. Бұның тегін еместігін біледі де, жаңағы Томбыдан келген геолог жаңағы ғалым, ол айтады ғой, сен дейді, қоя ғой дейді. Сен дейді елге айтпақшы, бұл Семейдегі оқуын амалсыз денсаулығы сыр бергеннен кейін, елге оралғаннан кейін бұл қарап жүрмейді. Бұл Баянауылда оқуда үзіліс болып қалды. Елге келгеннен кейін бұл Қаныш өмірінде қарап отырмаған қазақ қой. Бұл ауылда жүріп, бұның білімі мол, ілімі терең болғаннан кейін, жаңа өте сауатты болғандықтан, сол ауыл аймақтағы қазақта жер дауы, жесір дауы бітпейді ғой. Сол аймақтағы сот болады ғой. Сол аймақтың соты болады бұл. Иә, ауылына кеп жүріп, сол білімділігінің арқасында, сол ел ішіндегі дау-шарлардың барлығын қанттай қағазға қаттап жазып, сол қаттама толтырып, сол жерде сотта істеп жүреді. Сол кезде сен бұл сотты не қыласың? Атасы би болған ғой. Атасы, әкесі би. Одан кейін айтады, сен дейді, оқуға бар дейді. Сен болатын баласың дейді. Сөйтеді да, міне, сөйтіп Томбыға барып оқы дейді. Сонда бұл Томбыға оқуға баруға жақсылап дайындалады. Бұның осы бала кезінде Павлодарда алған білімі бар училищеде. Одан кейін Семейге барып оқығаны бар.
азды көпті. Осы білімін одан ары үйінде қарап жатпаған, кәдімгі қазақта сөз бар, бозашының үйі апырық сапырық, насыбайшының үйі түкірік қақырық дейді қазақ. Бұның үйі кілең қағаз бен қалам ғой. Соны басына өңгеріп алып, мына миына және өзінің санасымен мына ішкі жан дүниесіне құйып алған ғой, білімнің қайнарын қанып ішіп. Сөйтеді да бұл томбыға оқуға барған кезде емтихан тапсырады ғой. Бұл үшін мына Павлодар мен Семейде оқып жүргенде орыс тілін меңгеріп, жаңғақша шағып тастаған ғой бұл. Сөйтеді да томбыға барғаннан кейін оқуға емтихан тапсыруға барған кезде мүйізі қарағайдай ғалымдар отыр ғой. Соның алдына барған кезде сұрақтарды қояды, тақтаға небір есептерді жазады. Жазған кезде жілігін шағып, майын ішкен маман сияқты жаңғақша жарып тастайды ғана есектің бәрін. Жаңғақша шағып тастайды. Сол кезде таңғалады да, бұны әдейі жаңылыстыру үшін бір ғалым тақтаға бір есепті түбірі дұрыс шықпайтындай қып қате жазады. Сонда жазған профессорға айтады ғой, бүйтіп отырады да, сіз, құрметті профессор, мені кешіріп қойыңыз дейді, бірақ мына түбірі шықпайды дейді. Себебі мына жердегі амал дұрыс жазылмаған дегенде аналардың аузы күншығысқа қараған ғой ғалымдардың. Мінекей, сондай ғалымдар таң қалдырады, мынау айналайын, мынау дайын ғой, мынауың деп. Сөйтіп ол оқуға түседі. Сонан кейін жаңағы Томбыдан келген профессор Баянауылға келгенде жаңағы саумал ішіп, қазақтың сарығымызын сапырып ішіп жүрген кезде бұл Имантайдың үйінде жатқан ғой. Я, бұлар көрме, үйіне төбесіне көтеріп, төредей сыйлап, төрін ұсынған, әйелімен кеп жатып емделген. Содан кейін мына барған кезде, оқуға түскен кезде жататын орын жоқ. Жатақханада орын жетіспейді. Сол кезде жаңағы Томбыдан келген профессор өзі де әйелді айтады ғой, біз дейді, басымызға күн туып, сырқатымыз сыр беріп, үмітіміз аз кезде сендердің елдеріңді паналап, үйлеріңде қонып едік. Сен енді ілім білім іздеп келгенде, айналайын біздің үйдің баласындай бауырымызға басайық, біздің үйде жат дейді ғой. Сөйтіп соның үйінде жатып оқиды. Оқып жүрген кезде өзі соның нұсқауымен барып тұр ғой. Я соның сен айналайын мына соттағы судьялық қызметіңді қоя сал, хатшылығыңды. Сен оқисың, сенен мынандай геолог шығады дейді ғой. Сен көріп тұрмын деп. Сонымен жаңағы барып оқып жүрген кезде Құдайдың құдіреті, әкесі жаңағы бәрі білгендей-ақ үстіне кәдімгі қазақтың баяғы түлкі тымағын, бұл Томскің Сібір ғой. Айналайын сақылдаған сарышұнақ аязында қатып қаласың деп қазақтың қамқа тонын кигізген, түлкі тымақты баса киген басына, аяғында кәдімгі байпақ киізден тігілген. Сөйтіп барған кезде әуел баста емтихан тапсыруға барғанда, Құдайым, мына қай таудан түскен аю деген сияқты, аналар диюды көргендей болады. Қаныштың өзі 2 метр бойы. Анау иығына 2 кісі мінгендей, қазақы бейнелі сөзбен айтсақ, төсі тоқпақтай, иығы қақпақтай қазақты көргенде, аналар аузын ашып көзін жұмған ғой. Бұл сала айттық емтихан тапсырады да, оқуға түседі. Жаңағы профессордың үйінде жатады, сөйтеді да, жатып оқиды. Енді бірақ арада жыл өткенде, бұл енді білімді 1 жылдың өзінде қаншама білімнің қайнар көзіне қанып ішіп тояды ғой. Сөйтеді да, бірақ денсаулық сыр береді. Сібірдің сақылдаған сарышұнақ аязы, ат құлағы көрінбейтін ақ түтек бораны, баяғы Семейде басталған ауруы сырқаты тағы да сыр береді. Сосын еліңе қайтасың дейді ғой. Айналайын Томбыдан мына Павлодардың Баянауылына келу, айналайын ит арқасы қиянда ғой. Енді бұны Қаныштың қарабасы жалғыз жібермейік. Бұны біреу апарсын деген кезде бүкіл студенттердің лидері, кәдімгі ең кәдімгі білімдар, активист, лидері осы Қанышты қасына адам қосып жіберейік. Қасына бас көз болып апарсын дейді ғой. Сол кезде бұны апаруға таласады ғой замандастар. Себебі бәрі үлгі тұтатын үздік оқушы ғой бұл, үздік студент. Сөйтеді да, мен барам, жоқ, мен апарам, мен жеткізем аман есен деп отырғанда таласып, содан кейін айтады, жеребе тастайық дейді. Кімге шығады? Сол аппарат дейді. Сонда жеребе сол курстағы бір орыс балаға түседі ғой. Ат жөн мен бірден айтып қояйын, көрермендер мені кешірсін, ізетпенен сұраймын. Көптеген цифрлар мен мынау сандық деректерге, одан кейін кісі аттарына, енді мен білмеймін, қазір жасым 50-дің үстіне шықтық қой. Мінекей, сондықтан менің қазір жадым бұрынғыдай емес те есінен шығып қалады. Сондықтан мен негізгі оқиғаларды айтсақ, енді оны оқырман өзі оқып алады, кітаптан тауып алады. Сөйтеді да, жаңағы орыс аппарат оны пойызға мінгізіп жібереді ғой.
пойыз болғанда ол кезде жолаушылар пойыз емес. Одан жаңағы неге? Товарный пойызға. Тауар, жүк тасымалдайтын, тауар таситын вагонға келісіп мінгізіп жібереді. Ана жердегі профессорлардың айтса сөзі өтіп тұр, атса оғы жетіп тұр ғой. Сөйтіп сонда жүк таситын пойыздың вагонына мінгізіп жібереді. Ана орыс осыған бас көз болып қасында отырады. Сонда ана орысқа деймін да, өзінің өлгенше өмірінде істеген ең бір үлкен сауапты ісі осы шығар. Себебі бүкіл адамзаттың, күллі ғаламның мақтанышы болған ғалым да бара жатыр ғой. Сөйтіп еліне келді. Енді қараңыз, Қаныш үйіне келгеннен кейін емделу керек қой. Ол емделуіне онда да қарап жатпайды. Бұл кезде Алаш арыстарының Әлихан Бөкейхан көсемдік жасап, бер жағында нағыз ана Міржақып, Дулатовтарың бар. Менен бәрінің ат жөнін тізбей қойын. Сол кездегі не бір Ахмет Байтұрсынұлы бар, Міржақып, Дулатов бар, не бір жаңағы осылардың кезінде бұлар енді Алаш қойып партиясы. Біздің қазақтың азаттығын ойлап атқа қонған бұлар қаһармандар. Солар о кезде жаңағы оқу ағарту жағын Байтұрсынов басқарып тұрған кезде қазақ балаларына арнап елді сауаттандыру керек қой. Көптің көзін ашу керек қой. Сол кезде жаңағы білім ғылым жағын енді қолға алына бастаған елді сауаттандыру мәселесі. Сол кезде бұл үйінде жатып 5-ші сыныптың, 4-ші, 5-ші сыныптың математикасын жазып тастаған ғой. Қаныш әлі кәмелеттік жасқа енді толған Қанышың, ол кезде 20-дағы. Қанышың бозбала шақ қой 20 дегенің. Мұрты тебін деген жігіт кезі. Өзі ауырып, елге емделуге келген кезде осы кітаптар, өзі сол ауырып жүріп, ол кездегі Орынбор ғой астанасы қазақтың. Орынборға барып, сол білім ғылым ағарту министрлігіне сол жерде мынау сыныптардың математикасын мен жазамын деп үйге келіп қайтадан сол кітапты жазып қайтадан бір жылда апарып береді ғой. Сонда біз бәріміз білетін қазіргі қосу, азайту, теңдеу, мысал, не бір түбір асты деген сияқты сөздердің бәрінің қазақша қалыптасуы осы Қаныштан бастау алады. Қараңызшы ал. Бұл өзі геолог ғалым. Ал бұл сол кезде қазақ мектептеріне математиканы жазып тастаған ғалым ғой бұл. Ал енді сүйретті емделетті. Енді бұған кетіп бара жатқанда айтады ғой. Сен енді үйіңе барғанда да қарап жатпайтын Қанышсың ғой дейді. Келесі жылы келген кезде дейді. Енді мына 2-ші курста оқу керек қой. 7-ші классын. Соның мынау жоқ оқулықтарын дейді. Келесі келген кезіңде бір курс оқымай қалды ғой. Сен мынаны үйіңде жатып оқи бер дейді. Келгеннен кейін дейді. Көрдің ба, талапты ерге нұр жауар деген осы ғой. Алланың нұр жауады бұған айтады. Сенің бір жылың кеміп кетпесін, күйіп босқа кетпесін. Сен мына кітаптарды оқы, келгеннен кейін емтихан тапсырасың дейді. Емтиханнан, сынақтан сыр бермей өтсең, өзіңнің үйіріңе қосыласың, курстастарыңа. Ал егер өте алмасам өкпелеме, қайтадан 1-ші курстан бастайсың дейді ғой. Ал енді Қанышың мынау кітапты жастанып жатып, үйде жатып ақ бұны, ол жарты жылда миына құйып тастайды. Сөйтіп енді ем алады, дем алады, бірақ дем алған түгі де жоқ қой, айтып отырмын, қарап отырмын, қанша дүние бітірген. Сөйтеді да бұл қайтадан томбыға келеді ғой. Томбыға келгенде тонын киіп десең да, тонын киіп томбыға келген кезде топырлап алдында жаңағы ғұлама ғалымдар, профессорлар отырады. Сондағы бұның харизм несін қараса, амбициясын, мықтылығын, рухының өрлігі ғой. Алқада отырған ғалымдар айтады ғой. Емтихан тапсыруға келінбейді, сонда айтады. Ал бастаймыз ба дегенде, айтып, емтихан қабылдайсыздар ма? Или автоматын өткізе саласыздар ма мен дейді ғой. Ойбай, сен қайдан шыққан дәусің дейді. Сен өзің бір жыл елде ем алып жатқансың. Сенен мына өзің курстастарын қуып жету үшін мынан шама дүниені ал дейді. Онда сұрақтарыңызды қоя беріңіздер дейді. Жаңғақша шағып қайталап айтайын. Анау ғалымдарды қайран қалдырады ғой. Таң қалады. Бұл дейді, айналайын ғасырда бір туатын талант қой дейді. Іштен оқып туған. Сөйтеді, қайтадан ары қарай білімін жалғастырады. Ойдағырда енді бұны айтайық, сол оқуын өте озат бітіріп шығады. Одан кейін мынау қазақтың ең байтақ даласында қазақтың жері қазынаның кені ғой білген адамға. Бұл оқуды озат тәмамдаған жас геолог тау кен ісін барлау.
осы бойынша әбден маманданып машықтанып келген қаныш елге келгеннен кейін мынау қазақтың жері қазынаның кені дедік қой. Осы біздің баябан байтақ бай даламыздағы жер асты қазба байлықтарының басым бөлігін тапқан осы қаныш. Салыстырмалы түрде айтсақ, Менделеевтің химиялық элементтер таблицасындағы 100-ден астам элементтің 100-ге жуығын осы қаныштың өзі тапқан. Геолог барлау жұмысы жезқазғаннан басталады ғой. Әйтпесе бұл ана оқуды бітірген кезде Москва мен Ленинградтың мен деген ғалымдары бұл диплом қорғағанда емтихан алды ғой. Мынаның кәдімгі самұрықтай саңқылдап тұрған Сәтбаевтың зейіні мен зеректігіне, ілімі мен білімінің тереңдігіне таң қалып, сен бізге кел дейді. Мәскеуге шақырады. Ол кездегі Ленинградқа шақырады. Лауазымды қызметке. Жоқ дейді. Міне, бұның рухының биіктігі ұлт мүддесі үшін өзің айтқандай өмірін сарп еткен азаматтың мықтылығы осында ғой. Жоқ дейді. Мен ең әуелі еліме барам дейді. Еліме барып, мына қазақтың қазына толған жерін зерттеймін, зерделеймін деп бірінші өзінің геологтық сапарын Жезқазғаннан бастайды. Ал Жезқазғанды бұған дейін орыстың мықты, танымал атағынан ат үркетін геологы Жезқазған жерінде мыс жоқ, түсті металдар жоқ деп кеткен. Ал одан бұрын да бұны негізі ағылшындар кеп әбден зерттеген, сөйтіп таппай кеткен. Міне ағылшынның ақылды бастары мен орыстың ойшылдары таппаған қазақтың қазынасының қамбасын қаныш табады ғой, мінекей осылай. Бұл бар дейді ғой. Бар дейді. Кәдім басын бәйге кетеді. О кезде мына геологиялық барлау жүргізу үшін оған қаншама қаржы бөлінеді. Жер су аттарын ол кісі неге қойған ғой басында? Не үшін Жезқазған деп атайды бұл жерде? Бұл жерде соған демек жез бар. Жез дегенің мыс. Жаңа эпостарды оқып, соны оқып, жер су аттарын жақсы зерттеген кісі ғой. Негізі мынандай кейбір ағаштардың тамыры тастан нәр алады екен. Сондай ағаштың атымен аталады. Мысалы 5 терек дейік. Ал теректің астында не бар? Сіз бен біз білмейміз ғой. Аллаға аян. Ал бұл қаныштың зеректігі сондай. Қандай өсімдіктер мен тал дарақтардың тамырының астында не жатуы мүмкін? Жер су аттарына қарай, қай жерінде қазақтың қазба байлықтары бар? Осының бәрін біліп тұрған ғой. Сондай бір ғұлама ғалым болған. Енді ары қарай кетейік енді. Мынау қараңыз енді. Сол кезде енді Таисия негізі бірінші әйелі қазақ болған, аттай қалап құда түсіп алдырған ол әйел. Енді ол ата анасына қарап қара шаңырақта отырған. Бұл енді оқып жүрген кезде өзінің ілімі мен білімін іліп әкететін, өзіне сенімді серік болатын, қиын қыстау заманда қолтығынан демейтін оқыған. Мынау ең алғашқы орыстан шыққан геолог әйел бірінші Таисия. Сомен екеуі тағдыры табысып, Құдай қосып, екеуі отбасын құрады ғой бұл. Ол екеуінің ғашықтық ғаламаты туралы бұл кітапта енді бір талай дүниелер бар. Оны жастар жарысып оқиды деп сенемін енді өз басым. Сөйтті енді ары қарай енді бұны бір қызықтырып алдық па? Енді бұл кен барлау ісін бастады. Көрмеген құқайы жоқ. Сен өзің ойлаш, мына Жезқазғанның жеріне қазір осы тұрғанда машинамен барудың өзі ақырет қайым. Ал бұл дамыған заманда сен одан кейін мына арқаның қазақтың орталығы Қазақстанның мына Қарағандыдан ары қарай Жезқазғанға анау Қарсақбай қазір өзінің атымен аталатын Сәтбаев сияқты жерлерге жету түйемен ол кезде кәдімгі керуен тартып жүретін түйемен жетудің өзі 7 күндік жол болған ғой негізі. Ол кезде жол қатынасы жоқ қой. Міне сондай қиын қыстау кезеңді мына әйелі Таисия екеуі бастан кешеді. Ақыр аяғында ертегі сияқты қылайықшы, мақсат мұратына жетіп, мен деген ғалымдардың алдында қазынадан бөлінген қаржының бәрін ақтап, бұл жерде мыңдаған, миллиондаған жаңағы текше метр мыс жатыр. Мына жерде мынау алюмин жатыр, мына жерде мыс жатыр, оның құрамында алтын бар, ана жерде мынандай металл бар деп, бәрін сол кезде дәлелдеп тастаған ғой, тайға таңба басқандай қылып. Одан бөлек батыстың мұнайы. Енді олардың бәрін қоя бер, ояқта дәуірлеп ат шыққан екен. Негізі бұл кездегі ашаршылықты айтсаңызшы сіздер. Сол ашаршылықтың кезінде қазақтың даласында халқымыз
қынадай қырылып шыбындай шыпырлап өліп жатқан кез ғой аштықтан. Тарихтың ақтаңдағы ғой, ақиқатын айту керек. Тарих бұның ауыл елінде шарлайды бұл ашаршылық. Сол кезде өзінің туған әпкесінің артынан іздеп барса өзінің туған әпкесі жездесі мойнына дорба салып, анау Бейімбеттің Мақтым сияқты мойнына дорба салып ел аралап нан іздеп дуана болып кеткен. Әпкесі өзінің балаларымен, шеттей балаларымен өліп қалған ғой. Соны барып көріп аза бойы қаза болған Қаныш, мынау таудай үйіліп жатқан өліктердің арасында тірісі бар ма? Алыңдар деп, қазақтың балалары, бұл еліміздің ертеңі ғой, ұрпағымыздың жалғасы, ұлтымыздың болашағы ғой деп, балаларды теріп алып, тірі балдарды машинаға тиеп 20 шақты баланы ауылын алып келеді ғой, Жезқазғанға. Сөйтіп алып келіп, ішінде өзінің әпкесінің 2 баласы бар. әпкесінің 2 баласы бар, туған жиені ғой. Ал енді қара, сол туған жиені өліп қалайын деп жатыр. Әлдірмәні жоқ әшейін. Сүлдерін сүйретіп, Қазір ғана Африкада балдар жатады ғой, көрсіп бар. Сөйтіп жатқан ғой бәрі. сүлдерін сүйретіп, 6 баланың 4-еуі қайтыс өлмелі күйде жатқан баласы жиендер алып келеді. Енді қара, сол әуелі Алла, екінші осы Қаныш қой, ашаршылықтан аман алып қалған. Сол 2 баланы басқа да сол ауылдағы балалармен қосып келеді. Және осы балалардың барлығын оқуға жібереді ғой. Ғылым жолына бағдар беріп, болашағына баспалдақ салып береді ғой бұл кісі. Сонда әкелген жиеннің біреу, жаңа осындай есіме салып отыр. Әкелген жиеннің бірі мынау Есік қаласынан табылған алтын адам бар ғой. Соны тапқан археолог қой. Ал қандай ғалымды, болашақ ғалымды аман алып қалған. Көрдің бе? Ал қазақтың сол даласы, Есіктің қаласынан табылған алтын адам бүкіл Европа елдерін шарлап шықты ғой. Міне, ежелгі дәуірде сендер дым көрмеген жаңағы сауатсыз, көшпенді қазақ, көргені жоқ, тек әйтеуір малмен жан баққан ел дегеннің мінекей осындай тарихи мәдени мұралары бар. Олардың кезінде өркениеті қандай болған деп көрдіңіз ба? Ұлтымыздың даралығын паш еткен ғой. Қазақтың символы ғой, барыстың үстінде тұрады ғой. Иә, ал енді сол әйел Таиса екеуінің бастан кешкендер, Таиса ақырағында шыдамайды. Бұны үйіне әкеледі, жаңағы бала бар ғой, 20 шақты баланы. Әкеледі, айтады, аналарды алып келген кезде арық тұрық көздері шүңірейіп кеткен, құлағы қалқиған балаларды құлағынан күн көрініп тұр. Соларды көрген кезде әйелі шошып кетеді ғой. Айналайына өзіміз жерге нан таппай, бір үзім нанға әрең жарып отырған кезде, мыналарды қалай бағасын дейді. Таисаға бұның үйленген кезде қойған шартын қойсайшы, мен дейді, маған қандай қызмет ұсынса да дейді, мен басқа жаққа бармайым дейді. Мен өзімнің елім, жерім үшін еңбек етем. Менімен бірге жүресің, менімен бірге көресің, менімен бірге өлесің. Көнсең осы, көнбесең ақ жол дейді ғой. Еще, енесі келеді ғой. Сол кезде ұрсады ғой енесі Таисаға. Ана балдар тап келген кім саған тиді еді бұл? Қазақтың сонша туысқаны бар екен. Қазаққа тидің бе дейді. Ал қазақтың, қарға тамырлы қазақтың туысқаны көп екенін сен білмедің бе дейді. Қарайсың балаларына дейді. Сөйтіп өзінің балдызы да бар. Осы балалардың барлығын тырнағын алып, шашын қырқып, жуындырып, шайындырып моншада адам қатарына қосып, аузы аққа жарып, адам қатарына қосады. Ал енді оны қоя беріңіз. Қазақтың даласында босып жүрді ғой, жұмыссыз, елде нан жоқ. Сол кезде қаншама адам Қанышты пана тұтып, осы жерде кен табылды, кен қазу жұмыстары жүріп жатыр. Бұларға московское обеспечение деген сөз бар ғой біздің ұғымызда. Соған анау одақтан қаржы бөлінген. Сөйтіп Қаныш, мына қазағым қырылып қалмасын, қаймана халқым деп, оларды, мысалы, бір адамның айлығы, мысал үшін айтайын, мысалы 300 рубль болса, мысалы, соны алады да бір адамның ақыладын 10 адамға бөліп жұмысқа қабылдайды ғой. Бұл күннің жаманы кетеді дейді ғой, жақсысы жетеді дейді. Қиындықта сыр бермеңдер дейді. Тар жол тайғақ кешудің талайын көрген қазақпыз ғой дейді. Бұдан жаманымызда да тойға барғанбыз деген сияқты біздің қазақтың. Аналардың бір адамның орнына, бір адамның штатына, бір ақыладына 10 адамды жұмысқа қабылдап, аштықтан аманап қалған. Осының өзі ерлік емей немене? Қош, содан енді әуелгі әңгімеден, енді ғұлама ғалымның мынау ғұмырының соңына, немесе өмірден өткен кезіне бір секіріп көрейікші. Кейін шегініс жасай береміз. Біз академик Қаныш Сәтбаев туралы мектепте кеше кеңестік кезеңде оқыдық қой. Қаныш Сәтбаев туралы там-тұмдап қана қысқа нұсқа мәлімет берілген болды. Қазақтан шыққан тұңғыш геолог, Қазақстанның алғашқы академигі,
немесе сол академияны басқарған дегеннен басқа дерек жоқ. Сөйтсек, бұны сол кездегі биліктің солақай саясатымен Қаныштың атын шығармай, қазақ тілімен айтқанда атын өшкір дейді ғой, атын өшіріп, бұл туралы тіпті жазылған еңбектерді, мына басылған кітаптарды, тіпті осы Қаныштың адами болмыс бітімі мен азаматтық тұлғасын ашатын деректі фильмдерге дейін жойғызып жіберген ғой билік. Міне, білмеймін, бұл бақа есеп пе, әлде іштарлық па? Саясаткерге томпақ келгенде бір жерде. Жалпы ғылымда, өнерде менің бір білетінім, құштарлық болса, өнер өсет. Ал іштарлық болса, өнер мен білім өшеді ғой. Мүмкін содан бекен. Айтып, біз енді еш біреуді сырттай қаралауға, қара күйе жағудан аулақпыз. Бірақ енді қараңыз енді. Біз жай ғана білеміз, геолог, ғалым, академик болды. Одан ары қарай дым жоқ. Сөйтсек, енді сол Қанышты танып білу үшін бізге әлі талай дүниені оқуымыз керек екен. Мысалы, қазақтың, Медеу Сәрсеке атты қаламгері, талантты жазушы. Осы Медеу Сәрсекенің қазақтың Қанышы деген кітап жазған. Ал бірақ оның жазған кітабы әуел баста Қазақстанда бастырмай қойған ғой. Қазақстанда басуға қарсылық болып, үзілді кесіліп тыйым салынған. Содан кейін әйелі Таисия әбден қартайып, шау тартып, төсекке таңылып жатқан кезінде әл дірмәні үзілетін тұста осы кімді шақырып алып, Медеу Сәрсекен жастығының астында жасырып қойған сиырдың тіліндей қағазды алады да, мына қағазда Москвадағы 4 адамның, кәдімгі ықпалды 4 адамның биліктің биігінде отырған, қолында бишігі бар азаматтардың телефоны. Осыларға барасың. Мен білем, Қаныш туралы кітапты Қазақстанда басқызбайды дейді. Сондықтан сен Мәскеуге барасың деп 4 адамның телефонын береді. Ал 4-еуі ол сол одақтың 4 бұрышын тіреп тұратындай азаматтар болған. Оларды оқырмандар кітаптан оқып алады. Соларға барады дейді. Шынында да солардың тікелей қолдауыменен Қаныштың Сәтбаев деген кітабы Молодая гвардия деген баспадан басылып шығады. Көрдіңіз бе? 1980 жылы Медеу Сәрсекеев Молодая гвардия баспасынан шыққан Сәтбаев кітабының бір данасын алады да, осыны шығаруға қолдау көрсеткен азаматтың бірі сол кездегі СССР-дің ядролық ракета өндіру министрі Ефим Славский дегенге келеді ғой. Міне сонда Ефим Славский негізі айтты, бұл жылға уже бюджеті бөлініп қойған, биыл басамаймыз дегенде, осы Славскийлер айтып, басасың дейді. Тізеге басып отырып, басқызады ғой кітапты. Сонда сол кітап шыққаннан кейін бір данасын алып, Славский келгенде, мына жерде, қараңызшы, мынандай бір әдемі сөз бар. Славскийге алып келді дейді. Министр кітапты көріп ырза болды дейді. Сосын Медеуге айтты дейді. Сен асығыс емессің бе дейді, уақытым бар дейді. Онда мен саған бір әңгіме айтайын дейді. Қаныш досым туралы аз кем естелік айтайын деп едім. Меніңше бұл естеліктер келешекте елге керек болады. Себебі даңқты жерлесің туралы жазатының бұл кітаппен бітпейтін сияқты дейді. Естелік болса қуана-қуана тыңдайын дейді Медеу Сәрсеке. Олай болса да айналайын дейді. Қатты айтты деп сөкпеңіз. Бірақ сендер Қазақстан халқы дейді, Қаныш Имантайұлы деген ғажайып тұлғаның қадіріне жете алмадыңдар. Қазақстан былай тұрсын, Советтер одағы оны жете тани алмады. Бұл ғасырда лайықты бағасы берілмес. Бірақ есіңде болсын дейді. 21-ші ғасыр Қаныштың ғасыры болады дейді. Соның айтқаны айдай келмесе, осы айтқаным айдай келмесе, көрде тұр деді дейді. Айтқан айнымай келді ғой. Атқан таңдай ақиқат шыққан күндей шындыққа айналды. Сөйтеді да Ефим Славский былай деп жалғастырады. Ол біздің бәрімізден, әсіресе геологтармен салыстырғанда бәрінен озып кетті. Пайдалы қазбаны қай жерден қалай іздеу керектігін ол түйсігімен сезіп тұратын дейді. Болжамы дәл келетін. Бірде-бір геолог оның нұсқауымен барлауға шыққанда құралақан қайтқан емес дейді. Ол ең байлықтың үстінен дәл түсетін дейді. Енді дәл түсуге келгенде бұл Сәтбаевтың ол сол кездегі СССР-дің талай жерінен табылған жер асты қазба байлықтары өз алдына бұның тәжірибесі бүкіл әлемге үлгі болған ғой. Бұны ағылшын еліне арнайы шақырады, Ұлыбританияға.
ол кездегі әңгімеде бар ғой. Жаңағы Уинстон Черчиллмен кездескен кезде анау кәдімгі еңгезердей 2 метр Сәтбаевты іреңді, шашы бұйра толқынды Сәтбаевты көрген кезде Черчилл басы дәу ғой Сәтбаевтың. Значит, ми көп та десең да. Сол басы дәу. Сол кезде Черчиллдің де басы дәу. Содан айтты, осы сіздің басыңыздағы шляпыңыздың размері қандай депті да. Әдейі астарлап сұрап тұр ғой. Сондағы ұтымды жауабы Черчиллге айтты Қаныш Сәтбаев. Егер сіз екеуміз шляпа айырбастасақ, екеуміз де ұтылмаған болар едік депті ғой. Тур сенің басыңдай менің басым деп тұр ғой. Мінекей сол Қаныш Сәтбаевты Америка құрама штаттары, Қытай, басқа да дамыған Еуропаның елдері бізге келіп лекция оқыңызшы, дәріс беріңізші біздің геолог ғалымдарға деп арнайы шақырған. Әттеген-ай Қаныш бірақ оған жетемай кетті. Бірақ бұл геолог ретінде бүкіл әлем мойындаған несімен Қаныш Сәтбаев болжам картасы деген жасаған. Ал енді өзіңіз ойлашы, қазақтың даласы болсын, басқаның жері болсын, бара салып, бас көз жоқ, қаза бермейді ғой кез келген жерді. Оған дәлдікпен таба білу керек қой. Ал оны қазып кен жұмыстарын жүргізу үшін, бұрғылау, жаңағы кен іздеу жұмыстарын жүргізу үшін оған қаншама ақша бөлінеді. Ал егер ол ақша өзін-өзі өтемесе, шынында да ол жерден табылмаса, онда анау ақшаға басыңмен жауап бересің, сотталып кетесің. Ит жеккенге айдап жібереді 10 жылдап, 20 жылдап. Мемлекеттің ақшасын Ал қара, сонда Қаныш қателеспеген тұлғаның біреуі ғой. Сол кезде мен деген мықты геологтардың командасы, ғалымдар Ленинградта болған. Ал енді енді қарыздар болмасын, айтып кетейін, 1946 жылы 1 шілдеде Алматыда Қазақ СССР ұлттық ғылым академиясын ашқан осы Қаныш Сәтбаев қой. Сөйтіп соның бірінші академигі. Бір ғажабы Қаныш Сәтбаев кандидаттық диссертация, докторлық диссертация қорғамаған, профессор болмаған. Қаныштың қаншама терең біліміне қайран қалған орыстың, одақтың басында отырған ғалымдар бұны кезектен тыс автоматты түрде академик сайлайды ғой. Академикті тағайындамайды, сайлайды деп баяғыда тамашада айтушы еді ғой. Ал академик ол кезде кешіріп қойыңыз. Академик қазіргі тілмен айтқанда Қазақстанның президентінен артық ақша алады, айлық алады. Көрдіңіз бе, сол кезде ғылымға деген қаншама қаржы бөлінген. Ал Қаныштың өзі жаңа бір үзілісте әңгіме қылдық қой. Жүрген жерінің бәрінде қазақтың қара домалақ балаларын жинап алып, мынау өзі болатын бала бесіктен, мынау адам болады-ау, мұрнына иіс барады-ау деген қазақтың балаларын елеп, екшеп, зерттеп, зерделеп жинап алып, бір Мәскеуге аттандырып отырған. Қай салада мықты болады? Қай салада мықты? Мынау тіл мен әдебиет. О, бұның өмірдегі, мынау рухани, ғылыми майдандағы, рухани күрестегі ең қаһарман серігі Мұхтар Әуезов болған ғой. Әуезов ұлттың идеологиялық ұстыны болған. Ал мынау ғылымды өрге тартқан өгіздей Мұхтармен бірлесіп тізе қосып алға тартқан. Мінекей көрдіңіздер ме? Сонда кезінде бұлар қуғынды алды. Сонда бұл өзі ауырып, больницада, ауыр халде жатқанда ауруханада. Сонда келеді ғой, ойбай, жаңағы сіз дейді, басыңызға күн туды, індетіп, іздеп, кәдімгі тырнақ астынан кіріздеп, сізге жала жауып, әйтеуір сізді қаматудың қамында жүр талай адам. Мына билік дейді. Сол кезде айтады, мені қой берші дейді. Мен өлсем дейді. Мен өлсем, ұлт ұтыла қоймас дейді. Бірақ дейді, Әуезов өлетін болса, ұлт өледі дейді ғой. Әуезовті дейді, құтқарып қалыңдар деп, Әуезовті сол кезде маған, мені жау шаппайды дейді ғой. Басқа төсек, баспақшыл көрерміз дейді. Ең алдымен Әуезовті құтқарыңдар дейді. Сөйтіп Әуезовті бір түнде Москваға аттандырып жіберіп, Москваға сол күні барып, Мәскеудегі университет бар ғой, МГУ. Соған сол күні приказ шығартып, профессор қылып жібереді. Әуезовтің сол жақта шығыстану пәніне сабақ оқып тұр ғой. Шығыс халықтарының әдебиетінен профессор болып, сол күні көрдіңіз бе, Әуезов қалай құтқарып қалған. Болжам картасын жасайды ғой, айтайын дегенім. Қазынадан бөлінген қаржы. Ертең талай адамның басы кетті ғой. Басын бәйгеге тігіп, нар тәуекелге барып, мына жерді қазамыз дейді, қазған жерден шықпаса, қара басыңмен қайғы болып, қамалып, ит жеккенге айдалып кететін кез ғой бұл. Сонда былай дейді. Сондықтан дейді, қаншама геологтар дейді, басын қатерге. ЛРТ-ні істей алмай қап, өй деген әңгіме жоқ ол кезде. Басын қатерге тікпесін. Сондықтан
мүмкін болса сол қазба байлықтар табылу үшін болжам картасын жасайық. Мына қазақтың дархан даласы болатын болса, мына жерде алтын бар, мына жерде күміс бар, мына жерде мысалы хром бар, мына жерде платина бар, мына жерде алмаз бар, мына жерде уран бар деген сияқты, мына жерде мұнай, көмір, темір бар деген жерді болжап табайық дейді, болжам картасын жасайық дейді. Сол кезде енді ленинградтықтар айтады, біз жасаймыз дейді. Бұлар айтады, мен жасаймын дейді. Сөйтті, онда дейді, екеуі де жасасын дейді. Сөйтіп, екеуі де барып, қаншама миллиондаған ақша бөлінді ғой. Сол кезде, айтпақшы бір нәрсені ұмытып кетіппіз. Ұлы Отан соғысы басталған кезде не керек болады ғой? Кешіріп қойыңыз, сол кезде шынжыр табанды танкке керекті металды табу керек болады, марганецті. Сол кезде соны тапқан Сәтбаев қой. Сталиннің өзі арнайы телеграмма жолдап алғыс хатын арнайды ғой, Сәтбаев қой. Соны тауып. Жоқ, оны тағы қысқа мерзімде табу керек. Қысқа мерзімде табу керек болады. Танк завод тоқтап қалады, соғыс қайнап жатыр. Тоқтап, танк заводының жұмысы тоқтайтын болса, ол отаның уже ойраны шығайын деп тұр ғой отанымыздың. Міне ол бар. Мысалы, енді қараңыз, сөйтті болжам картасын жасайды, екі жақта жасайды. Екі жақта жасағаннан кейін енді бар сол жерді бұрылап қазған кезде Қаныш Сәтбаевтың жасаған болжамының әсірелеп айтайықшы, 99% дәл шығады ғой. 90%-дан астамы. Дәл шығады да, тап сол белгілеп берген картада тап сондай табиғи қазба байлықтар табылады ғой. Ал аналардікі жоққа тән тапқан дүниесі. Содан кейін болжам картасын қалай жасау керек екенін Қаныш Сәтбаев ғылыми еңбек ретінде жазып, бұның жүрген кезінде кен барлау ісінде жүрген кезде ғылыми еңбектер жазып жүре берген ғой, кандидаттық докторлық жазбаған. Солардың әрбір еңбегінің өзі докторлық еңбектен асып түсетін еңбектер да. Сондықтан оған академик кезектен тыс беріп жіберген. Ал сол кезде біреу биология, біреу физика, біреу химия, біреу адам анатомиясы, біреу табиғи, жаңағы шөптесін өсімдіктер әлемі, флора, фауна, осылардың бәрін зерттейтін орыстың мен деген ғалымдарын академияға тартады. Сонда айтады, сен қалай ұлтымыздың ғылымын дамытамын дейсің, жинап алған өңшең орыс орман ғой десе, кешіріп қойыңыз, бізде дәл осы салада жілігін шағы майын ішетін дәл осындай мамандар жоқ. Осылар біздің қазақтың балдарын оқытсын дейді. Осылардан оқып, білім алып, көзі ашылған қазақтың балдарын Мәскеуге, Ленинградқа аттандырып, жүздеп жіберіп, қазақтың ғалымдарының қалың шоғырын Қаныш қалыптастырады. Бір нәрсе айтып кетейінші. Иә. Соғыс жылдары бүкіл еркекіндіктердің бәрін соғысқа жібереді, дұрыс па? Ол кезде сенің ғылымың, мына бетте жаңағы айтпақшы өнерің бәрі тоқтады ғой енді. Тек соғыс. Немістерге тойтарыс беру керек. Сонда бұл Қаныш Сәтбаев бүкіл ғалымдарды, жаңағы геологтардың барлығын алдыртады өзіміздің елге. Соғыстан аман алып қалып, соғыстан бұрынмен алып қалады. Бұлар елге керек деп, ғалымдарды, осы жақта үй беріп, бүкіл жағдайын жасап, қырғын соғыс болып отыр Ұлы Отан соғысында. Бүкіл геолог академиктердің бәрін алып қалып, орыстарды да ма? Қандай бүкіл сырда қандай ғалымдар бар, соғысқа жібермеуін өтініп, барлығын алып кеп жағдайын жасап, мына жақта әйелдерімен, семьясымен алдырып. Осы жерде бір нюанс. Енді мына Ұлы Отан соғысы, ойбай кәдімгі қанды қасап болып жатқан кезде, мынау Мәскеудегі ғылым академиясы бар ғой, СССР-дің. Москваға, қазақтың жалпақ тілімен айтсақ, таяқ тастам жерде, жарылған бомбаның, атылған оқтың дауысы гүрс-гүрс Мәскеуге естіліп жатқан. Дубосекова разъезі, Волоколамский шоссе. Білеміз ғой бәріміз? Мына Панфиловтардың гвардиясының ерен ерлікпен қорғап қалғаны. Сол кезде уже мәскеуліктер иманын үйіріп, бетін құбылаға беріп отырған ғой десең да. Сол кезде мінекей ұлттық ғылым академиясы, сол жердегі СССР ғылым академиясының ғалымдарын эвакуация жасау керек болады. Сол кезде оны Өзбекстанда шақырған екен негізі. Сонда Қаныш өзінің ықпалын пайдаланып, мүмкіндігін пайдаланып жүріп, осы ғалымдардың бәрін Қазақстанға, Алматыға алып кеп, барлығына баспана беріп, жағдайын жасап, керек болса ас, ауқат, азық түлігіне дейін жеткізіп беріп, барып, қалай ішім жемнен тарығып жатқан жоқсыздар ма, темекіңіз таусылған жоқ па, мінекей деп шылымына дейін әкеп берген ғой да. Сөйтіп ол ғалымдарды ынталандырып, осы елдің асын жеп, суын ішкен адам құдыққа түкірмейді ғой. Сондықтан айтады, сіздер дейді, осының қарымтасы дейді, сіздер біздің қазақтың балаларын оқытыңыздар деп. Осы кезде талай ғалымдардың армиясын қалыптастырған ғой. Ал. Енді сөйтіп енді ертең олар еліне кетпей ма?
еліне барғаннан кейін енді мына жақтағы ғылымды дамыту үшін кезінде енді қазақтың ғылым академиясына жаңа ғимарат салушы. Сол ғимарат салатын кезде бұл сол кездегі Москвадағы Кремль, Қызыл алаң, анау небір Ленинградтағы небір тарихи мәдени мұраға айналып кеткен ғимараттарды тұрғызған адам. Менмін деген Минин Пожарский, анау Невский сияқты батырларының еңселі ескерткішін тұрғызған атақты архитектор, сәулетші бар. Соны алып, соған барады ғой, соған кіріп барғанда, о, Қаныш Имантаевич дейді, мен сіздің дейді атағыңыздан ат үркет, абыройыңыз сіздің атанға жүк болады ғой, естігем. Біздің ғұлама ғалымдардың барлығын бауырыңызға басып, жағдайын жасап, қамқор болған екенсіз. Біз қазақ халқына қарыздармыз деген ғой. Осы кезде тіліме байла демекші, осы жерден әдемі ұстайды ғой, Қаныш Сәтбаев. Дұрыс айтасыз, сол қарызымызды қайтаратын шығар деп кеп тұрмын дейді. Міне көрдіңіздер ма? Сөйтеді да, оған айтады, сіз дейді бізге ұлттық ғылым академиясын сап бересіз дейді. Оның еңсес кіреберіс бас қақпасы Түркістандағы Әзірет Сұлтанның фасады. Соның еңселі есігі. Соның алды күмбез құсап кеп үлкен есік қой. Міне солай қылып істейсіз. Оның қос қанаты болсын. Төбесінен қарағанда қазақтың анау баяғы ертегісіндегі самұрық құстың қанатындай болып тұру керек дейді. Қазіргі әлі тұрған ғимарат дизайны өзі сенің ойынша қалай дейді. Сонда былай деп өзі сызып береді. Бұл самұрық құс немесе қыран құс сияқты қанатын жайған, соған ұқсасын деп. Оның алды Әзірет Сұлтанның қазақша айтқанда қақпасындай болсын дейді ғой, қақпасы. Сөйтіп салдырады. Оны тіпті керек болса күмбез қылам дегенде, қой, сен қатты кетіп бара жатсың. Мынау шерешсіз жаңағы тарихи мәдени кесенеге айналып бара жатыр ғой деп. Сонда шынымен ғылым академиясының төбесінен ұшып қарасаң, қанатын жайған қыранға ұқсайды екен. Сол қыран қазақтың символы ғой. Қыран тек биікте, зау биікте қалықтайды. Сол қыран біздің қазір мемлекеттік туымызда да тұр ғой. Тұр күнге қанатын жайған. Айтайын дегеніміз, бұл айта берсе әңгіме көп. Бұл жерде айтылмаған әңгіме қаншама. Сондықтан дегенмен бұның өмірінің соңғы жағына тоқталсақ, бұл 63 жылдың қара күзінде қатты ауыра бастайды. Жоқ, ана нені айтып беріңізші, Қажымұқанға жасаған жақсылығын айтып беріңізші. Енді бұл Қажымұқанға негізінде әу баста былай ғой, Бауыржан Момышұлын қысқа айта салайық. Ол кезде отан үшін от кешіп, омырауын оққа тосып жүрген Бауыржанды елге шақыртып алады. Бұл Бауыржан іштен оқып туған қолбасшы ғой бұл. Содан кейін білесіз ғой, анау немістердің қоршауында қалғанда қалай шығып кеткенін бір адам білмей қалған ғой. Қоршаудан шығып кеткенін. Бұл туралы да аңыздар көп. Сол жерде отырған мұсылмандардың бәрін жинатып алып, сол жерде Құранның сүресін оқытқан дейді ғой. Немістердің көзін байлап тастағанда. Сол отан үшін от кешіп, омырауын оққа тосып жүрген даңқты қолбасшы Бауыржан Момышұлын орталық комитет арқылы сұрау салдырып, елге керек деп шақырып, ғылым академиясында бірнеше күн соғыс тактикасы, оның қыры-сыры туралы лекция оқытады ғой. Сөйтіп мынау соғыстың өзі өнер, соның тактикасын, соғыстың небір 40 мен 80 сырын, секреттердің бәрін жазғызады. Оның бәрін қаттап академияның архивінде тұр болады. Ал сол жарық болып кітап, жаңағы соғыс тактикасы ма, атын ұмыттым, осы кітап шығады, соғыс тактикасы. Ал қараңыз, сол соғыс тактикасын Европаның елдері, Израиль әлі күнге дейін соны өзінің қорғаныс академиясында соны оқытады өзінің сарбаздарына. Ал тіпті қазір мынау Ресей басқыншылық жасап, басып аламын деп отырған Украинамен арадағы соғыста осы Бауыржан Момышұлының соғыс тактикасын украиндар қолданып жатыр екен ғой қазір. Ал сондай бұндай нәрселер көп. Енді Қажымұқан сұрап қалдық. Қажымұқан ол мысалы ғасырда бір туады дейміз ғой. Тур Қажымұқан сияқты палуан әлі туған да жоқ, шындап келетін болсақ. Сол Қажымұқан елді аралап өнер көрсетіп, жиған терген ақшаға самолет істетіп, бұны қазақ ұшқышына беріңдер деп соғысқа самолет тарту еткен тау тұлға ғой бұл. Иә, сөйтті тұрақты пенсия берсе дейді. Содан кейін үй салып берсе дейді. Оның бәрін білесіздер. Сол Қажымұқанды барып зерттетіп, оның басының көлемі қандай, размері, дене тұрқы қандай, сан еті, кеудесі, омырау, аяғының размері, осының барлығын жазып, оның палуандығының қыр-сырын жаздырып, бұны Әуелбек Қоңыратбаевқа
Қаныш Сәтбаев тапсырады ғой. Ал Қажымұқан Мұңайтпасов сол кезде Нұртас Оңдасыновқа жазады. Нұртас Оңдасынов қазіргі тілмен айтқанда премьер-министр, үкіметтің басшысы. Нұртас Оңдасынов міне бізге осындай өтінішпен шығып отыр. Осыған бір жаңағы қолдау көрсетуіңізді сұраймын деп хатты Қазақстанның сол кездегі СССР-дің Қазақ СССР-ның бірінші хатшысы Барковқа ұсыныспен шығады. Барков оны елеусіз қалдырып сілтеме ғой, ары қарай сырғытпа жауаппен жібереді. Бұл каким-то образом Қаныштың қолына тиеді ғой бұл. Сол кезде бұның осының жағдайын жасау, бұған құжат істетіп беріп, төл құжаты да жоқ қой паспорта. Құжаттарын туралап, сөйтіп басына үй салуына көмектесіп, азық-түлік ас-ауқатпен қамтамасыз етіп, бұған жоғарғы пенсия төлеттірген де Қаныш қой. Қаныштың ол анау қазақ мәдениетінің Мәскеудегі күндері, оның бәрі, олардың бәрі бөлек әңгіме. Оны оқырмандар енді санасында саңлауы бар оқырман, мынаның әрбір бетін санап тұрып, парақтап оқу керек қой. Мінекей айтайын деген. Ал енді бұның өмірінің соңғы жағына келетін болсақ, 1963 жылдың қара күзінде қатты ауырады бұл кісі. Мәскеуде ғой бұл кісі ол кезде. Сол кезде ауыр халде ауруханаға түседі. Оның өмір бақи сенімді серігі болған көмекшісі Бөпежан, фамилиясы Аяпберген болу керек. Сол Бөпежан келсем дейді, жоқ. Сөйтсек жедел жәрдеммен, скорый помощьпен қалалық ауруханаға әкетті дейді. Артынан іздеп барсам дейді, күңгірттеу, бір жаңағы жағдайы жоқ, бір екі адамдық бір палатада жатыр, қараңғы дейді. Сонда қарасаңызшы қарапайымдылығы, мен осындай Қаныш Сәтбаевпын деп ешқандай кеудесін кермеген қазақтың қарапайым таутылғасы ғой бұл. Айтса танин деп тұр өзі. Барғанда бұл айтқан ғой, главврачқа барған. Сендер кім жатқанын білесіңдер ма дейді. Қаныш Сәтбаев ана орнынан атып тұрып, қолында қағазы мен қаламы түсіп кеткен главврачтың. Кім? Қаныш Сәтбаев, сам академик, всемирно известный деп. Атып тұрады, арнайы палатаға телевизоры, холодильнигі, желдеткіші бар, барлығын орнатып, жағдайын жасап, мейлен сол кезде бейте үзілейін деп атып, жаңағы қатты қиналып жатып, шіркін-ай, қазақтың бауырсағы мен Дархан даламның қымызы болса ғой дейді ғой. Сонда мына Бөпежан Қарағандыға Евней Бөкетовке звондайды. Ол шәкірті ғой бұның, Қаныштың. Евней Бөкетов ол кезде Қарағандыда. Қазір Қарағандының университеті, мемлекеттік университет, осының Бөкетовтың атымен аталады. Сөйтеді да Бөкетов сол жерден Сарыарқаның сарығымызын дайындайды, бауырсақ пісіртіп, сол ұшайын деп тұрған самолетке салып жібереді ғой. Сол кезде самолеттің борт жаңағы экипаждың командирі орыс, сам академик Сәтбаев просил, все, довезу, доставлю деген ғой. Сөйтіп сол күні жеткізеді ғой Москваға. Қаныш Сәтбаевтың аузын қиып қайран қалыпты. Ой, фырмай, ауыз айтып ауыз жиғанша дейді, қалай жеткіздіңдер дейді ғой. Міне, Қанышты қазақ түгілі бүкіл одақтың халқы орыстардың өзіне дейін, ғұлама ғалымдарға дейін сүйген. Мінекей сол сырқаты сыр берген Қаныш ағамыз осыдан бастап қатты әлсіреп, Мәскеуде ем алғаныменен, барлық жағдайын жасап жатқаныменен бірте әлсірей береді, беті бері қарамайды. Сөйтіп 1964 жылы 31 қаңтарда қазақтың ғана емес, бүкіл әлемге әйгілі нөмірі бірінші геолог дүниеден өтті. Сонда бүкіл әлем мойындап, бұл бір елдің ғана емес, ғаламдық тұлға, планетарлық тұлға ғой деп мойындайды. Осы кездегі бір эпизод. Ұлыбритания астанасы Лондондағы ұлттық кітапханада өзі ғылым қуған, ілім іздеген адамдардың барлығы кітапханада отырған кезде соның радио байланысымен хабарланады. Құрметті оқырмандар, алаңдатқанымыз үшін айыпқа бұйырмаңыздар дейді. Адамзаттың алыбы дейді. Бүкіл әлемнің бірінші геологы, қазақстандық академик ғалым Қаныш Сәтбаев дүниеден өтті. Осындай суық хабар жетті. Сондықтан 1 минут орындарыңыздан тұрып, 1000 жылда бір туатын ғалымды еске алыңыздар дегенде аяғынан тік тұрып тағзым еткен ғой. Сол жерде қазақтың бір ғалымы отыр екен. Көзімнің жасы көл болды дейді. Мынау не деген құрмет. Бұндай әлемдік тұлға болу анау-мынау адамның пешенесіне жазылмайтын бақ. Олай болса, мынау оқырмандар, осы біз шын айтқанда бұл кітаптың оннан бірінде айтқан жоқ шығармыз. Сондықтан арғысын мына кітапқа құмар, білмекке құштар оқырманның еншісіне қалдырдық. Күллі әлемді, бүкіл дүбірге толы дүниені аузына қаратқан, өзінің ерекше білімдарлығымен
тау тұлғасымен таң қалдырған Қаныш Сәтбаев 1964 жылы 31 қаңтарда, яғни дәл осы күні дүниеден өткен екен. Мәңгілік мекеніне аттанған 1000 жылда бір туатын ғалымның бақи дүниесі де жарық деп ойлаймыз. Ендеше ұлтымыздың ұлы тұлғаларын ұмытпайық, ғалымдарымызды ұлықтайық.